Қайырлы күн менің достарым, сіздермен мен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен ешқандай да ашытқысыз, ас содасыз, өте жылдам дайындалатын дәмді шелпектерді дайындайтын боламыз. Ол үшін каналдан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі бізге жылы сүт қажет болады. Сүтімізді міндетті түрде жылытып алуымыз қажет. Оған 1 шай қасық тұз және шым-шым қант салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Сондай-ақ ұнымызды алдын ала електен өткізіп, үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Және де ұнның ортасын осылайынша ашып, жаңағы біздің сүтімізді аз-аздан құя отыра жұмсақ қамыр елейміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Болашақта мен сіздермен түрлі оңай әрі дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Шелпекке қажетті заттардың нақты мөлшерін сіздерге описанияға жазып қалдырдым. Сол жерден қарап, өлшеп міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымыздың бетін жауып, иін қандыруға 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан соң осылай бір басып, тағы да бетін жауып, бірнеше минутқа қойсаңыздар болады. Тағы да 10 минутқа қалдырсаңыздар болады. Мінекей, біздің июі қанып тұрған қамырымыз өте әдемі, эластичный болып шығады. Енді осы қамырға аз ғана ұн сеуіп, осындай сопақша формаға келтіріп, 7 бөлікке бөліп аламыз. Достар, байқасаңыздар, қамыры өте жылдам дайындалады. Небәрі бұл шелпекті жасауға сізде 20 минут қана уақытыңыз кетеді. Ашытқысыз, оңай әрі тез, пайдалы әрі дәмді шелпектер шығады. Және де ұнды да қатты көп талап етпейді. Аз ғана үстеліміздің үстіне ұн себе отырып, ендігі кезекте біздің шелпегімізді шетінен осылай жұқа етіп, дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай жұқалықта болу қажет. Бұл шелпектердің айырмашылығы, қамыры өте жұқа болып жайылғандықтан өте жылдам, бірнеше секундтың ішінде пісіп шығады. Бұл шелпекті солтүстік жақта көбіне жасайды деп естідім. Өзім бірінші рет жасап тұрғандықтан қамыры әдемі әрі шелпегім жұп-жұмсақ болып шығып, өзімізге ұнап қалды. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Енді біз қызып тұрған майымызға шелпегімізді шет-шетінен сала отыра, сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Айтып отырғанымдай, қамыр өте жұқа болғандықтан шелпектеріміз тез піседі. Шелпекті салған соң міндетті түрде осылай шанышқының көмегімен әр жерден араластырып тұрғандарыңыз дұрыс. Сол кезде барлық жеріне май біркелкі тиіп пісетін болады. Шелпек ақшыл болып шыққандықтан піспей қалады деп қорықпаңыздар. Бұл шелпекті бұдан да аппақ қылдырып пісіріп жатады. Алайда мен сәл қызарыңқыратып алдым. Осылайынша қызып тұрған майда біздің шелпегімізді екі жағын шамамен 5-6 секундтан ғана ұстап қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің шелпектеріміз тез-ақ дайын болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, видеодан ақ көрініп тұр. Шелпектер сондай жұп-жұмсақ, үлпілдеп шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.